Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 1996 жылы 23 мамырда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен екі институттың Целиноград құрылыс институты мен Целиноград педагогикалық институтының қосылуы негізінде құрылды. Еуразиялық мемлекеттік ұлттық университеттің ішінде ашылуының өзінің үлкен мәні бар. Біз еуразиялық мемлекетпіз. Біздің әлді де білетін тарихымыз көп. Сондықтан біз бейбіт халықпыз. Кең далада өскен халықпыз. Бүкіл дүние жүзіне шын көңілмен жүрегімізбен қарайтын халықпыз деп бүгін айтқымыз келеді. Қазақстан Республикасы президентінің 2001 жылға 5 шілдедегі жарлығымен ұлттық және ұлттық құндылықтар негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және біліктілігін арттыруға қосқан елеулі үлесін ескере отырып, университетке ерекше ұлттық мәртебе берілді. Қазіргі таңда 2011 жылдан бері оқу орны ректоры Ерлан Бәтташұлы Сыдықов. Университет Еуразия кіндігі Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Еуразия ұлттық университетінің құрамында ғылыми зерттеу институттары, зертханалар, орталықтар, 13 факультет, 261 білім беру бағдарламалары, 7 оқу корпусы, 9 студенттер үйі, 3 спорт кешені, 1 кітапхана, 1 бассейн, 3 коворкинг орталығы, үздіксіз білім беру және біліктілікті арттыру институты, әскери кафедра, әртүрлі мемлекеттердің мәдени ағарту орталықтары бар. Бүгінде университетте 3500-ге жуық оқытушы жұмыс істейді. Университет құрылған жылы студенттер саны 5000-ға жуық болса, қазіргі уақытта 2021 оқу жылында университет қабырғасында 19569 білім алушы бар. 16071 бакалавриат, 2462 магистратура, 1036 адам докторантурада білім алып жатыр. Еуразия ұлттық университеті QS World рейтингісі бойынша 328-ші орында. Қазақстан Республикасы, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы білім беру бағдарламаларының рейтингісі бойынша үздік ондыққа, аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі мен білім сапасы қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі рейтингісі бойынша 2-ші орында. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 65 және ең жоғары бал 139. Бакалаврда білім алу 950 мың теңгеден 1.150 мың теңгеге дейін. Магистратурада бейінді бағыты бойынша 800-850 мың теңге. Ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша 1.500 мың теңгеден 1.700 мың теңгеге дейін. Және докторантурада 2.300 мың теңгеге жылына. ...2020 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 87%, 2021 оқу жылы қорытындысы бойынша 85%.
2021 жылдан бастап оқу орындары өзіндік типтегі диплом беретіндіктен оқу бағдарламалары міндетті аккредитациядан өту керек. Аталған университет АЗИН, АКУИН, ФИБА, КАЗСИ аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігімен білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттіктерінен аккредитация өткен. Еуразия ұлттық университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Аймағамбетов Асхат Қанатұлы, Қарағанды облысының әкімі Қасымбек Жеңіс Махмұтұлы, Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлау және реформа агенттігінің төрағасы, Астана халықаралық қаржы орталығы басқарушысы Келімбетов Қайрат Нематович, Қазақстан Халық Ассамблеясы төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасының президенті әкімшілігінің Қазақстан Халық Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Әзілханов Марат Алмасұлы, BI Group президенті Рақымбаев Айдын Жұмаділұлы, Нұрсұлтан қаласы әкімінің орынбасары Оралов Асхат Раздықұлы, Қазақстан Республикасының қаржы вице-министрлері Қожахметов Бақтияр мен Кеңбейіл Дәурен, Түркістан облысы әкімінің орынбасары Қалқаманов Сәкен Амангелдіұлы, Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Нығметов Ғани Сақтағанұлы, Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Кәрібек Дәулет Жамалбайұлы, Ақтау қаласының әкімі Қилыбай Нұрдәулет Игілігұлы сынды тағы басқа 180-нен астам азаматтар білім алған. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті отандық және шетел жастарының арманындағы үздігі оқу орны. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты КСР Халық комиссарлары кеңесінің қаулысымен 1944 жылы 15 тамызда құрылды. Институттың ашылуына Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсіріпов, Ильяс Омаров, Нұртас Оңдасынов бастаған еліміздің зиялы қауымы, өнер білім саласындағы қайраткерлері қолдау білдірді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы 25 желтоқсандағы жарлығымен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіне ұлттық мәртебесі берілді. Қазіргі таңда 2021 жылдан бастап оқу орны ректоры Қанай Гүлмира Өмірханқызы. Университет оңтүстік Астана студенттер жастар қаласы Алматыда орналасқан. Қазақстандағы талантты ғалымдар мен дарынды ұстаздардың үлкен тобы осы киелі шаңырақтан шыңдалып шығып, отанымыздың даму жолында жемісті қызмет атқаруда. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 70-тен астам шетелдік серіктес, жоғары оқу орындары мен халықаралық ынтымақтастық орнатады және дамытады. Оның ішінде Нииде Өмір Хализдемир университеті, Миссисипи алқабы мемлекеттік университеті, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, Катовицедағы Силезия университеті, тағы басқалары бар. Келісімдер студенттер мен оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлық, қос дипломды білім беру бағдарламасы бойынша студенттерді оқыту, жетекші ғалымдардың қонақ дәрістерін,
Сонымен қатар, шетелдік ғалымдарды тарту бағдарламасы бойынша PhD докторанттары мен магистранттарын шақыру, бірлескен ғылыми зерттеулерді жүргізу, докторанттар үшін ғылыми тағылымдамалар және тағы басқа мәселелерін қарастырады. Осы уақыт аралығында 60 мыңнан астам білікті маман даярланды. Университетте 5 институт, 90 білім беру бағдарламасы, 3 оқу корпусы, 7 студенттік үй, 1 кітапхана, 1 бассейн, 1 спорт кешені бар. Бүгінде университетте 500-ден астам оқытушы жұмыс істейді, және 7899 білім алушы бар. Түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші 2020 оқу жылы 93,5%, және 2021 жылы 86%. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті QSEECA University рейтингі бойынша 321-ші, аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі 8-ші орында. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 65 және ең жоғары бал 135. Бакалаврда педагогикалық білім алу 535 мың теңге, ал педагогикалық емес мамандықтарда 482 мың теңге. Магистратурада 695 мың теңге және докторантурада 1 438 мың теңге жылына. Аталған университет Акуин аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінен аккредитация өткен. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында қоғам қайраткері Асанғазы Оразкүл Асанғазықызы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асылы Осман Әлиқызы, эстрада әншілері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Тамара Асар Қалниақызы, Әлқожа Роза Әбдіразаққызы, Арапбаева Маржан Өмірзаққызы сынды тағы басқа азаматтар білім алған. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті нарықта сапалы ұстаздар даярлайтын бірден-бір оқу орны. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті. Сонау сұрапыл соғыстың нағыз қайнап тұрған кезінде 1943 жылдың 19 маусымында КСРО Халық комиссарлары кеңесінің нөмір 679 қаулысымен құрылыс материалдары технологиялық институтын ұйымдастыру туралы шешім қабылдады. Бұл елбасына күн туған сол бір ауыр кезде ертеңгі жеңіске деген нық сенімнің көрінісі еді. Қирап қалған мыңдаған қалалар мен елді мекендерді қалпына келтіру үшін құрылыс ісінің инженер мамандарын даярлау қажеттігін ел басшылары күні бұрын ойластырған болатын. 1998 жылы үкіметтің нөмір 256 қаулысымен Оңтүстік Қазақстан техникалық университеті мен Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық университетінің бірігуі негізінде Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті болып қайта құрылды. Тарихы тереңде жатқан өңірдегі оқу орнына бүгінгі күнде ректор Дария Пернешқызы Қожамжарова басшылық етеді. Университетте 7 факультет, 5 жоғары мектеп,
2 институт және 306 мамандық, 16 оқу корпусы, 6 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 16 кітапхана, 1 бассейн және 4 коворкинг орталығы, және де 30-дан астам қоғамдық, саяси және мәдени ұйымдар бар. Студенттер саны бойынша елдегі ең үлкен университет. Бүгінде университетте 29.058 білім алушы бар. Түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші 2020 оқу жылы 83,4%, және 2021 жылы 82%. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті QS әлемдік рейтингінде 482, QSEECA рейтингінде 104, ARIS рейтингі бойынша Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары арасында 3-ші орын, Green Metric рейтингінде 458, Rank Pro рейтингінде 711, Webamatrix рейтингінде 125-ші орында. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 126. Университетте оқу ақысы 400 мың теңге. Аталған университет білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінен аккредитация өткен. Университеттен түлеп ұшып, білім көкжиегін бағындырған түлектер арасында елімізге белгілі тұлғалар, өз саласының майталмандары аз емес. Олардың қатарындағы Зауытбек Тұрысбеков, Амалбек Тышанов, Ескендір Хасанғалиев, Мақпал Жүнісова, Нағима Есқалиева, Бекзат Саттарханов сияқты есімдері елге белгілі отандастарымыздың университеттің түлектері екенін зор мақтанышпен айтуға болады. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті 1939 жылы Қостанай қаласында құрылған. Байтұрсынов университеті бай дәстүрі бар, көп жылдық оқу және ғылыми жұмыс тәжірибесі бар көп салалы университет. Университет 80 жылдан астам уақыт ішінде еліміздің инновациялық экономикасы үшін жоғары білікті кадрлар дайындайды. Қазіргі таңда 2019 жылдан бастап оқу орны ректоры Дошанова Алма Іргебайқызы. Университетте 4 институт, 167 білім беру бағдарламасы, 5 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 2 кітапхана, 1 спорт кешені, 1 коворкинг бар. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті Қазақстандағы ең ірі жоғары оқу орындарының бірі. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылардың саны 7217 адамды құрайды. Университет Webamatrix рейтингінде 14462 орында. Университет студенттердің стартап жобалары мен магистрлік жобаларын жүзеге асыру үшін заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Университетте қазақ халқының рухани көсемінің өмірінен сыр шертетін 1000-нан астам экспозициялық материалдар жинақталған Ахмет Байтұрсынов атындағы мұражай да бар. Бүгінде университетте 660-тан астам оқытушы жұмыс істейді. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 51 және ең жоғары бал 131. Университетте оқу ақысы 420 мың теңге.
2020 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 81%. 2021 оқу жылы қорытындысы бойынша 87,5%. Аталған университет КСИ аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігімен білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттіктерінен аккредитация өткен. Ахмет Байтұрсынов университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында әнші Малышев Азамат, Қостанай облысы әкімі аппаратының жетекшісі Күзенбаев Елдар Қонысбайұлы, Лисаковск қаласының әкімі Ибраев Абай Сәрсенбайұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Нұрғалиев Жеңіс Мирасұлы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Сапарова Әлия Сүйіндік қызы, Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Марат Қонысбайұлы Жүндібаев, Қостанай облысы әкімінің орынбасары Яненко Виктор Николаевич, Қостанай облысы мәслихатының депутаты Даниленко Олег Владимирович, Қостанай облысы жергілікті полиция қызметінің басшысы Исмагулов Негмет Әуесханұлы, Қостанай облысы Нұр Отан партиясы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Аккужина Бибігүл Бүркітқызы, атақты шахматшы гроссмейстер Петр Костенко, Қамысты ауданының әкімі Ғазиз Бекмұхамедов, тағы басқада 180-нен астам азаматтар білім алған. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті облыстың ең ірі мемлекеттік жоғары оқу орны және аймақтағы оқу ғылыми орталықтың бірі болып табылады. Іргетасы 1932 жылы қаланған. Еліміздің ірі мәдени өнеркәсіптік аймағына жататын Орал өңірі тарихымен тығыз байланыста дамып келе жатқан Батыс Қазақстан университетінің мәртебесін ерекше айтуға болады. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің ерекшелігі бір ғасырға жуық шежірелі тарихи жолы бар. 2022 жылы оқу ордасының құрылғанына 90 жыл толғалы отыр. Бұл жылдарда университеттің барлық республика, облыс көлемі бойынша көптеген даңқты есімдерді тізімге енгізді. Университеттің Қазақстанның батыс өңірінің ғылым, білім, мәдени, экономикалық дамуына қосқан өлшеусіз үлесін зор мақтанышпен айта аламыз. Университет қабырғасынан білім алған 65 мыңнан астам жоғары білікті мамандар, баға жетпес мұра, кәсіби, рухани байлық. Қазіргі таңда 2018 жылдан бері оқу орны ректоры Серғалиев Нұрлан Хабибуллаұлы. Университетте 6 факультет, 89 білім беру бағдарламасы, 8 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 1 кітапхана, 2 спорт кешені, 1 коворкинг бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 6160-ты құрайды. Университет Webmetrics рейтингінде 39 орында, аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі рейтингінде 8 орында. Қазақстан Республикасы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы білім беру бағдарламаларының рейтингісі бойынша 7 мамандық үздік 10-қа кіреді.
Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 53 және ең жоғары бал 132. Университетте оқу ақысы 450 мың теңге. Екі 2020 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 82%. 2021 оқу жылы қорытындысы бойынша 70%. Аталған университет аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінен өткен. Университет түлектері арасынан танымал саясаткерлер, ғылыми қызметкерлер, жетекшілер шыққан. Атап айтсақ, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі, Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаты Бірғаным Сарықызы Әйтімова, Нұр-Сұлтан қаласының экс-әкімі, Қорғаныс министрі Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов, қоғам қайраткері Сариева Рысты Халесқызы, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаттары Утемісов Шавхат Анесович, Тарасенко Елена Ивановна, жазушы, қоғам қайраткері Габбасов Энгельс Габбасович және басқалары. Торайғыров университеті. Торайғыров университеті Қазақстандағы ірі университеттердің бірі. Торайғыров университеті тек қана Павлодар аумағында ғана емес, сонымен қатар республикадағы ғылым мен мәдениеттің білім орталығы болып табылады. Торайғыров университеті 1960 жылы 20 қыркүйекте КСРО министрлер кеңесінің қаулысы негізінде 1960 жылы мамыр айында Павлодар индустриалды институты негізінде құрылған. Бүгінгі таңда Торайғыров университеті ұзақ жылғы өз тарихы және даңқы бар жоғары оқу орны. Осы университеттің қабырғасында жарты ғасырдан астам уақытта мемлекеттің барлық аймақтарына жоғары білікті мамандарды даярлады. Қазіргі кезде бұл инновациялық типтегі көп салалы университет. Аймақтың басты жоғары оқу орны, орасан зор ғылыми орталық. Қазақстан Республикасы және оның аймақтарында өз жаңалықтарымен және жетістіктерімен кең танымал болып отыр. 2020 жылы коммерциялық емес акционерлік қоғамға ауысуына байланысты университет өз қызметінде академиялық және басқарушылық еркіндікке ие болды. Бұл жоғары оқу орнының даму бағытын өз бетінше анықтауға, өзінің білім беру бағдарламаларын дамытуға мүмкіндік береді. Біз өзіміз үшін жоғарғы оқу орнының кәсіпкерлік түрін таңдадық. Бизнестің, биліктің және ғылыми қоғамдастықтың өзара қауымдастығы, стратегиялық мақсаттарға және қалыпты дамуына қамтамасыз етуге, қол жеткізуге мүмкіндік беретін негіз болды. Қазіргі таңда 2021 жылдан бастап оқу орнының ректоры Садықов Еркін Тоқмұхамедұлы. Университетте 7 факультет, 69 білім беру бағдарламасы, 5 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 1 кітапхана, 1 спорт кешені, 1 коворкинг бар.
ғылыми зерттеу жұмысы 28 кафедра мен 5 ғылыми практикалық орталықтарда, Ертіс ғылыми технологиялық паркінде, өңірлік инновациялар және технологиялар трансферті орталығында, студенттік ғылыми орталық базасында жүргізіледі. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 8717. Торайғыров университи жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, қуатты жоғарғы оқу орны, қуатты өңір бағдарламасын белсенді жүзеге асыруда. Бүгінде біздің көптеген ғалымдарымыз облыс, қала және аудан әкімдіктерінің жобалық кеңселерінің жұмысына белсенді тартылған. Бұл жоғарғы оқу орнының ғылыми техникалық әлеуетін, өңірлік міндеттерді шешу үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Биліктің, ғылым мен бизнестің үш жақты өзара қарым-қатынасы түлектерді табысты жұмысқа орналастыруға мүмкіндік береді. Торайғыров университи Павлодар облысындағы оқу орындары арасында білім алушылар саны бойынша да, көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы бойынша да даусыз көшбасшы болып табылады. Жоғары оқу орны, бакалавриат, магистратура және PhD докторантураның 150 мамандығы бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде әртүрлі бағыттағы жоғары кәсіптік білім беретін мамандарды дайындайды. Университетте дуальды оқыту белсенді жүзеге асырылуда. Бұл кәсіпорын қызметкерлерінің өздері жүргізетін практикалық және зертханалық сабақтарды өндіріске аударуға мүмкіндік береді. Әріптестер арасында Қазмұнайгаз, ERG тобы, мұнай химия және ферроқорытпа зауыттары, электролиз және алюминий зауыттары, сондай-ақ Победа және Пахыр атты ірі аграрлық кәсіпорындары бар. Жыл сайынғы жалпы рейтингке сәйкес Торайғыров университи Қазақстанның үздік көпсалалы университеттері арасындағы көшбасшылардың бестігіне кіреді. 2020 жылы университет QS 1201 әлемдік рейтингіне кірді. Қазақстан Республикасы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы білім беру бағдарламаларының рейтингісі бойынша үздік ондыққа, аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі рейтингісі бойынша 5-ші орында. Торайғыров университи әлемдегі классикалық университеттердің Болондық хартиясының Лейште студенттік машықтану бойынша алмасу халықаралық қауымдастығының, Сібірлік ашық университет қауымдастығының, Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығының және Шанхай серіктестігі ұйымының мүшесі. Торайғыров университи жүргізілетін ғылыми зерттеу жұмыстарының негізгі бағыттары: энергетика және энергоүнемдеуші технологиялар, құрылыс, машина жасау, педагогика, психология облысындағы зерттеулер, экологиялық мониторинг, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, аймақтың экономикалық мәселелері, кадр дайындау және жоғары мектептің әлеуметтік лингвистикалық және лингвомәдениеттік мәселелерін зерттеу. Аталған университет АЗИН, КАСИ, аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігімен білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттіктерінен аккредитация өткен. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 123. Университетте оқу ақысы 366 мың теңге. Екі 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 85,2%. Торайғыров университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ахметов Даниял Кенжетайұлы, Қазтрансгаз акционерлік қоғамы бас директорының орынбасары Темірханов Ерқанат Уақбайұлы, Павлодар облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының көшбасшысы Капенов Бауыржан Абуталипұлы,
Павлодар облысы Нұр Отан партиясы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Теренченко Илья Сергеевич. Павлодар облысы әкімінің орынбасары Арынова Әлия Амангелдіқызы сынды тағы басқа азаматтар білім алған. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті Талдықорған қаласында орналасқан мемлекеттік жоғары оқу орны. 1972 жылы 25 қазанда Қазақстан министрлер кеңесінің қаулысымен Талдықорған педагогикалық институты болып ашылған. 1999 жылы 21 сәуірде Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті болып өзгерді. Университетте экология және табиғат пайдалану, ағылшын тілі, кәріс тілі, информатика, музыкалық білім, дене шынықтыру және спорт, бастапқы әскери дайындық, еңбек технологиясы және кәсіпкерлік, қаржы және несие, бухгалтерлік есеп және аудит, педагогика мен психология, дефектология, әлеуметтік педагогика, кеден, тарих, құқық негіздері, тағы басқа мамандық бойынша 400-ге жуық оқытушы дәріс береді. Қазіргі таңда басқарма төрағасы география ғылымдарының докторы, профессор Баймырзаев Қуат Маратұлы. Қазіргі таңда оқу ордасында 7 факультет бар. Бакалавр бойынша 44 мамандық, магистратурада 27 мамандық, докторантурада 17 мамандық бар. Білім ордасында 3 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 7 спорт кешені, 1 кітапхана бар. Қазіргі таңда университетте білім алушылар саны 5273 адамды құрайды. Аталған университет QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings рейтингі бойынша 241-250 орында. Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі және Акуин агенттіктерінен аккредитациядан өткен. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 51 және ең жоғары бал 125. Жылдың оқу ақысы бакалавриат 500 мың теңге, магистратура 550 мың теңге, докторантура 1 307 000 теңгені құрайды. Түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші 2020 оқу жылы 88% және 2021 жылы 84%-ды құрайды. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің отандық білім мен ғылым, өнер, мәдениет, спорттың дамуына өз үлесін қосып жүрген түлектері бар. Олар Алпысов Ермек Амантайұлы, Қарағанды облысы әкімінің орынбасары. Айдын Ақанұлы Айымбетов, ғарышкер, Қазақстанның халық қаһарманы. Керімбеков Болат Бақбергенұлы, Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасының басшысы. Марат Дәрібекұлы Бопазов, Казиндастри, Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары. Рустам Али, Алматы облысы, Ескелді ауданының әкімі.
Сапаров Элдар Қайсарұлы, Алматы облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы. Нұрсапа Асқар Серікұлы, Талдықорған қалалық полиция басқармасының басшысы. Ерболова Гүлнұр, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 3 дүркін Азия чемпионы, күрестен 2 дүркін әлем чемпионы. Жұмабаева Динара Жүнісбаевна, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, самбодан 4-ші Азия чемпионы, 2016 жылғы самбодан әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Игорь Сон, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, қазақстандық ауыр атлетші, Токиодағы жазғы олимпиада ойындарының қола жүлдегері.